Саламатсыздар ма әріптестер, қалдарыңыз қалай? Сіздерге мен бүгін Hand Animation программасы бойынша түсіндіретін боламын. Бұл программа арнайы сілтеме арқылы жүктеледі. Оны сіздерге жіберем чатқа. Бұл мынандай түрде болады. Мына экранда көріп тұрсыздар ма? Мына қоңыздың сурет түрі сол сияқты болады түрі. Бұны жүктеп аласыздар. Сіздерге ярлық болып түседі рабочий столға. Мінекей әріптестер, сіздер мына Hand Animation программасын жүктеп алғаннан кейін жұмыс столыңызға ярлық беріледі. Сол ярлық арқылы кірсеңіздер осындай окошко пайда болады. Жалпы жоғары жаққа қараңыздар. Файл, редактировать, вид, помощь деген 4 меню болады бұл жерде. Оның астыңызға қарайтын болсаңыздар, мінекей мынаның барлығы саймандар тақтасы деп аталады. Мына алаң бізде ашық алаң тұр ғой, үлкен. Бұл бізде жұмыс алаңы деп аталады. Негізгі бөлік осы жерде жұмыс жасаймыз. Одан кейін мына сол жақта қарайтын болсаңыздар, объектілер бөлімі. Бұл жерде бірінші тұр ғой, бірінші текст, яғни жазу жазамыз. Екінші бөлімде тұр ғой. Бұл жерлердің барлығында фигуралар орналастырылған, яғни басқа да пәндер болады ғой, математика, физика дегендер. Соларға арналған бұл жерлер. Жалпы барлық қажетті дүниелердің бар осы жерде. Одан кейін арнайы символдар мына жерде, үштерде қарайтын болсаңыз, мына жерде төртінші страница, да, маркет страница. Бұл қазір жұмыс барысында қажет болады, сол кезде айтам. Мына жерде 5-ші тұр ғой, 5-ші суреттер орналасады. 6-шыда бос объект. Бос объект қазір жұмыс барысында түсіндіретін болам. Енді мен бейнелі бір слайдтың бірінші бетін жасайтын болсам, мына ең бірінші текст деген алайын, иә, мына жерге. Осылай сүйретіп алып келеміз, мына жерге жазамыз. Бейнелі сабақ жасау жолдары. Мына жазу үлкен болып кетуі мүмкін. Былай қойымызға болады. Мына жердегі не тұр ғой? Тайминг деп тұр ғой, соған қараңыздар, мына жерде шрифттар береді. Мен 37-те ауыстырайын шамалы кішірейтіп. Сосын байқасаңыздар, мына жазу жазғаннан кейін мынандай стрелкалар пайда болады. Осылардың барлығын delete басып, удалить етіп отырасыз. Енді мынау біздің A4 форматымыздағыдай болады ғой. Бұны біз шекарасы болады, бұның параметрларын. Содан аттап, я болмаса, жазған жазуларымыздың A4 форматының шетінде, ортасында қалып қоймас үшін бұны видқа барып, клиентский размер дегенді қоямыз. Көрдіңіз бе? Біздің мына жерде қызыл жолақ тұр ғой, сол біздің осы бір бетіміз, слайдымыздың бітетін шекарасы болып саналады. Жаңағы жазған жазуымыз біздің тым майда болып кетті. Оны кішкене былай үлкейтейін қайтадан. Осылай ортаға қойдым. Енді бұл жерге маған сурет қоюым керек, е? Бейнелі сабақ жасау жолдары. Енді сурет қою үшін мен 5-ші бөлікке барамда, картинки деп етіп ұстап тұрып алып барам мышкаменен. Мінекей шықты, пожалуйста, выберите картинку дейді. Яғни мен оны мына жерде бір рет басып жүрсем, 3 нүкте шығады. Осы жерден мен өзім бір дайындаған суреттерім болған. Енді көбінесе мен өзім суреттерімді саламын. Любой бір сурет салайын. Сурет жүктелуде қазір. Мінекей қыздар, мен суретім жүктелді, бірақ бұл размері өте үлкен болғандықтан мен бұлай кішірейтемін, шамалы бұлай. Осылай кішірейтсем болады. Сосын мына жерге астына текст деп мына қазір өз аты жөнін жазамын. Текстті алып келіп, мына жаққа ауыстырамыз. Сосын осылай мінекей. Бұны шрифтін кішірейтетін болсам, бұлай өзгертемін. Сосын мінекей мынаның астына бұлай қоямын. Мынаның астындағы мына сызықтарды барынша алып тастаймыз. Енді қараңыздар, сізде мына парақшаның бетінде мына қызыл линияға дейін мына жерде бос қалып тұр. Сондықтан мен кішкене былай
үлкейтетін болса үлкейтіп, кішірейтетін болса кішірейтіп осылай жасап аламын. Енді бұл жерде сіз өзіңіздің сабағыңызға қарай, тақырыбыңызға қарай ыңғайлауыңызға болады бұлардың барлығын. Мен сізге қысқа нұсқа мына жерде қалай пайдалану керек, соны көрсетіп жатырмын. Бұл жерде енді маған мән беріңіз. Мына жоғары жақта мына жасыл тұр, осындай пустой бізге не беріп тұр, объект. Мына осы жерден басталып, мына соңғы слайд қай жерден аяқталады, соны біз белгілеуіміз. Мына пустой объект тұр ғой, 6-шы, соны алып, соны басып тұрып біз мына жерге қоямыз. Так, біздің слайдымыз кішкене мына ойдан бітеді. Осы жерге қоямыз. Енді біз мынау сабағымыз біздің бірінен кейін бірі жүріп тұру үшін біздің бұлардың арасында байланыс болу керек. Ол үшін мынау линк деп тұр ғой, мына линияға барып, мына жерден қойып, мына бейнелі слайдқа дейін береміз. Басамыз осылай линияны. Енді бұны бар ғой, үлкейтіп қарау керек. Увеличить етіп. Біздің жасаған линияларымыз тура келіп жатыр. Өйткені мына линияларымыз сәйкестенбесе, онда сіздің слайдыңыз жүрмейді. Қазір сол үшін осылай жасауға тура келеді. Мына жаққа қоям. Одан кейін тағы линияны басам, тура осы маңайдан мына жазуға дейін алып барам. Жазуға барады, одан кейін сурет шыққасын. Осылай жасап, мына линияны алып, одан кейін мына шекараға дейін алып барам. Мінекей осындай байланыстарды жасадық линия арқылы. Енді бұны видео сақтау үшін мына жерде файл, сохранить как десек, бұл тек сурет арқылы ғана сақталады. Бізге видео жасау үшін экспортировать басамыз и видео дегенді басамыз. Бұны мен қазір рабочий столға пробный деп қояйын. Осылай сақтадым. Қазір бізде сақталып жүріп жатыр. Жалпы hand animation туралы айтатын болсақ, hand деген қол деген сөзді білдіреді, animation анимация, яғни қозғалыс дегенді білдіреді. Сонда бұл қол жазба жана қозғалысын білдіретін бейне слайд жасауға болатын программа. Жалпы бейне сабақ қазіргі заманның талабы. Бейне сабақ арқылы білім алушының пәнге деген қызығушылығын арттыруға болады. 10 минуттың ішінде керемет видео жасауға болады. Сондықтан бейне сабақтарды ұзақ мерзімде көрген оқушыда ол санасында сақталып, білім алушы кез келген уақытта оны кейін көре алады, ұмытқан жағдайда. Қазір көрейік, олар рабочий сақталды ма? Пробный деп тұр, жаңа жасағанымыз. Біздің жасаған видеомыз. Бұл қазір бірінші слайдтағы видео. Енді екінші слайд қосатын болсаңыз, осылай әрі қарай түрлендіріп, суреттерді, графикаларды, кестелерді барлығын қосуға мүмкіндігіңіз бар. Егер де мына жазу сізге өте тым баяу болатын болса, арнайы Camtasia Studio я болмаса CapCut программаларына салып, осы программаны жаңа жазуларды жылдамдатып жазуға да мүмкіндігіңіз бар. Сізге бұл сабақ пайдалы болды деп ойлаймын. Кәдеңізге жарасын. Видеоны көрсеңіз, лайк, комментарий жазуды ұмытпаңыз.